О, привет. Десеңе сәлем родной мой дорогой, қалайсың, барлығы жақсы ма? Мен әлі нуп болып жүрмін да. Бұл деген біздің арнамыздағы 4-ші видео. Мен деген қараңдар, қарап тұрғандарыңдай мен деген аралда өмір сүріп жатырмын. Мә, қараңдаршы, арал ғой мынау, ештеңе жоқ. Прикинь, осы аралда мен деген 100 күн өмір сүруім керек. Я мынау деген міне біздің бірінші күн. Мына біздің бірінші күн өмір сүріп жатыр. Қараңдар, арал ештеңе жоқ, жан-жағымызда ештеңе жоқ. Мә, мынау қалай қатып жүрушеді осы. Былай ме? Былай осылай қойдың да? Қазір осылай қатып жүгіру деген осылай сияқты, мне кажется. Осылай қатып жүгіреміз, не көріп тұрғандарыңдай. Біздің аралда ештеңе жоқ. Мен өзім жалғыз нуп ойнап жүрмін да. Не деймін енді? Біз деген бастаймыз. Не ғой айтпақшы бар ғой. Менің атым Эйман да. Каналымның аты Эйман KZ, сондықтан родной бар ғой, міне мына лайк кнопкасын басып арнаға тіркеліп отыр. Мен деген мыкпешермін ғой, Майнкрафтермін, әлде нуппын ғой, осы нуппын ғой. Міне біз деген енді осы 100 күнде осы аралдың түрін өзгертуіміз керек. Мынаның бәрін былай осылай, мынаның бәрін осылай тазалап отыруымыз керек. Бізге мына аралды әдемілеп жасауымыз керек. Мынау бізде бірінші күн енді. Бірінші күн тез енді мыналардың бәрін көзін құртайық. Мынау не дейсіз? Қара. Бізге ең басты түзу поверхность керек, яғни түзу болу керек. Бізге ше мынаның бәрін бізге бірінші түзу істеуіміз керек. Мынаны қара деймін, онан қара. Кеттік. Мен деген жан-жақтың барлығын қараңдар, осылай тазалап жатырмын да. Уже көрінді ме? Үстін мен осылай тазалап тастадым, бірақ мына жақтарын әлі тазалап жатырмын. Енді деген мынаны қараңдар, мен мына жерде бір тесік табуға соң көрінер ма? Не деп атайды мынаны? Қалай атайды? Айтыңдаршы. Мынау не деп аталшы? Блин, үңгір деп аталады. Үңгір деп аталады. Мынау дегенде көріп тұрғандарыңдай үңгір деп аталады. Біз деген үңгір тауып алдық. Вот, мә керек болса діккеті осылай. Мынаның бәрін жинаймыз. Вот, мынаның бәрін, мына жердің бәрін түзу қыламыз. Яғни деген біз деген қазір енді 100 күн ғой, мына бірінші күн мен әлі нуппын. Мен ойымшашы. Ой, мынау сынбайды екен. Біз деген 99-100 күнге шейін біз деген творческий деп бұл кәдімгідей бір мощный бір проға айланатын шығарамыз. Любой нәрсені бір удардан сындыратыншы, және де барлық қолында бүкіл элемент болатыншы. Сондықтан мен деген қазір мына жердің бәрін сындырып осылай тазалап жатырмын. Көріп тұрсыңдар ма? Қазір деген біз деген өзіміздің ең бірінші үйімізді мына үңгірде жасайтын боламыз. Тікет мынаны таңдаймыз да аламыз да мыналардың бәрін қараңдар дік ойынан қоямыз міне. Дік қоямыз. Мыналардың бәрін сындырып тастаймыз, өйткені деген біздің басымыз кәдімгідей сүйуіміз керек қой, тиіп тұрсыз ғой, көріп тұрсыңдар ма? Қазір біз сүйіп тұрық қой, да? Қара. Ойбай, родной мой дорогой. Деп атқан шығар, мына менің байқұс деймін. Мына жерге де қойып тастайық. Ой. Қажет жоқ, кәдімгі сәнім бұзады. Вот мен көріп тұрғандағыдай біздің бірінші домик нормальный деп ойлаймын да былай. Бірақ қалай мына жерден былай тұрамыз да, базар жоқ тұрамыз аха, бірақ мына жерден шығу қиын болатын сияқты ғой. Не кажется, қазір деген біз деген бірінші күн 50-ші күнге таман біз деген уже деген мына жердің бәрін өзгертетін шығармыз. Бірақ деген қазір қарын ашу мүмкін, сондықтан біз деген рыбалкаға баруымыз керек қой. Давай. Ой. Мә керек болса чөйт болмағанда бат. Мынаны қара дейсің ғой, мына суды қара дейсің ғой. Ой, батып жатырмын. Таза ауа. Десең, мынандай таза ауа маған жетіспейді. Давай, кеттік. Мынаның үстіне тез шығамыз. Шықтым, үттім, қымбаттым, терезені мың қақтым. Нары, дейсіңдер ғой да? Вот. Біз деген мынаның ішіне кірдік, ең бастысыдан. Осы мына жердің бәрін тазалаймыз. Біз деген бірінші күн болдықтан мыналардың бәрін біз тазалап бел бітпейтін сияқтымыз ғой, бірақ деген бізге әлі тазалауымыз керек. Мынау бізде міне 50-ші күн, яғни деген біз деген 50-ші күн, уже 50 күн өтті. Мен мұны аралда ары-бері қуып жүргеніме қараңдаршы, уже деген түн батып бара жатыр. Білем, мен осындай түнге дайындалып қойғамды. Қазір зомбилер келетін болса, мен олармен төбелесетін болам. Да. 50-ші күн, міне мен деген үй жасақ қойдым. Көріп тұрсыңдар ма, қалай сендерге үй мұнай ма? Енді деген қолда бар мен жасадым. Не сундукта пустой, ошында неге ұйықтаймыз? Ой. Десеңе таң атты бізде да. Төсек қылым қандай жақсы болды. Уже міне 50-ші күнде міне бізде осындай не етіп жатыр, бірақ біз деген әлі 100 күн деген осы аралда өмір сүруіміз керек. К сожалению, мен нуппын да, көріп тұрсыңдар, мен нуппын, сондықтан мен особо ештеңе білмеймін. Мынаның өзін ақырын сындырам бар ғой. Маған көмектесіңдерші, мен өліп қалайын деп жатырмын мына жерден. Десеңе жарайды, біз деген жылай бергеннен пайда жоқ бұл өмірде. Жылай берсең сенде не получится, ничего. Сондықтан былай жаба саламыз.
бізге жыламау керек, біз деген кеттік. Мына жақтан барамыз да балық па бірдеңе аулауымыз керек. Жарайды. Жылап отсақ жылай береміз. Ой. Мынаның астынан не түк көрмейді ғой, шіркін-ай. Газ. Ойбай! Мына кім тағы? Қаш. Данугүлбан. Мына кім тағы? Мына кім тағы? Мен шошып кеттім ғой тағы да. Мына аралда деген зомбилар болмау керек қой. Мынау қайдан келді, братишка? Әлде мына судың астында өмір сүретін зомби ма не? Керек болса. Данугүлбану, базару, кизару, родной. Давай, жақында, қайдасың? Ке, раз, чо? Сен қорқат деп түсін ма мені не? Қорқат деп түсін ма не? Бері кел қазір, көтіңді айырам. Су жұт қойғасы ғой. Мына сөйлей ма не? Данугүлбан. Бергеші сен не? Төлсейсің ма? Керек болса. Берге, мен сен раз, так нұп болсам да мен сен гүтің шығарам бергелі. Сенімсің тағды. Менің атым Иман Кезет. Су жұтып отыр. Қайдадан газ су жұтып алайық. Ауыздық бергелі, зомби, сен не мен 20 күнде де сен мен төвілсем де қойсын ма? Мен сен гүтің шығарам. Шапалақ бетіңнен аля какаджи. Керек болса кеш, раз шықшы далаға не өзінше суда төвілсем деп түсін ба не? Давай берге шал. Кеш ал, не, келе алмайсың ма не? Ана судан шыға алмайтын сияқты. Керек болса, братишка. Қазір таяқ жейсің сен менен. Мен сенен таяқ жемеймін, зомби атак бар ғой, білесің ба? Мен сенен таяқ жемеймін. Себебі деген менің подписчиктерім маған лайк басады, ұқтың ба? Ой. Ауыз жетпей отыр. Ауыз жетпей қалған ғой, Данугүлбан, не раз, чо? Не істейсің, берге шал, не істейсің? Ұрып атыр, мен көрермендер, мыналар мен ұрып атыр. Данугүлбан, базар, кизар, түтті, раз, шапалақ, ұқтың ба? Шапалақ, чо, раз, бітші шығарып тасың, ұқтың ба? Батып. Родной, бұл менің міне 100-ші күн өмір сүріп атыр. Қолымнан ештеңе келген жоқ, мен нұппын бар ғой. Зомбимен төбелесем деп зомбимен бітшім шығарып тат. Ойлаш, прикинь. Зомбиден тайжа қағасын ғой, жарайды, мұна бізде 100-ші күн, біз деген 100 күнде түк бүтірмейдік бар ғой. Жарайды, енді біз деген келесі бөлімдерде бүтіретін боламыз, бірдеңе болсын. Сондықтан сендер деген өздерің лайк кнопкаларың мен қызыл подписаться деген кнопкаларыңды басып кетіңдер. Сендермен бірге болған бұл мен Иман Кезет. Келесі видеода кездескенше. Алевредерчи, родной, сау бол. Зомбимен қалай төсті көрдің ба? Зик, кәдімгідей бітшін шығарып соң кәдімгідей ана қорқ кеткен ғой, татуы менен прикинь, кәдімгідей оңға қарасаш, оңға қарасаш қой, оңға, солға, солға, оңға мет, қалай мынау, қай жақ, мен оңға мына жақ, мына жаққа көрдің ба, кәдімгідей, дік қойған, дік қойған, разна төлескесін ғой. Сондықтан сендердің маған көмектеседі деген ойдамын. Біз деген енді сол 50-ші күнде салған үймен қалдық. 100-ші күн қолымнан түк келген жоқ, яғни 3 ай өтіп кетті, мен қолымнан түк келген жоқшы. Бірақ деген мен келесі бөлімдерде қолымнан бірдеңе келет бар ғой. Сондықтан родной, арнаға тіркел.